Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, сіздермен бірге тұғырлы тұлға бағдарламасы. Бағдарламамыздың кезекті кейіпкері Ақтөбе облысы Грек-Рим еркін және әйелдер күрес федерациясының атқарушы директоры. Сонымен қоса Дәулет Грек спорт клубының негізін қалаушы, әрі президенті, әрі жаттықтырушысы. Батыр Боламын қайырымдылық қорының Ақтөбе облысы бойынша жетекшісі. Ел жанашыры төс белгісінің иегері. Сонымен қоса Ақтөбе облысындағы спорт саласына деген ерекше ықыласына арнап берілген үздік меценат номинациясының иегері Дәулет Есенгелдіұлы. Қош келдіңіз, Дәке. Көп рахмет. Көңіл-күй орташа деп айтсақ болады. Неге орташа? Неге жоғары емес? Қазір енді бұндай жерде көп біздер енді бола бермейміз. Бір-екі рет енді болғанымыз бар, рас. Енді өзіңіздің шақыртуыңыз болғаннан кейін, осы уақытты белгілегеннен кейін, енді аз-маз шыны керек, қобалжу бар деп айтсақ болады енді. Шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге сізге де рахметіміз айтамыз. Енді әңгімеміздің әлқиссасын жаңағы атақ дәрежелерден бастайықшы. Дәулет мырза, сіз қазір 37 жастасыз. Ал енді мынау сіз туралы мен зерттеген кезімде осыншама абыройы бар екендігіңізді білмеппін шыныменен. Сол зерттеп келіп барып осындай дүниелерге 37 жасында қол жеткізгеніңізді көріп шынымен таңғалып отырмын. Бұл дәрежелерге қалай жеттіңіз? Бұл атақтарға біреулер бұны зейнетке шыққаннан кейін, зейнетке шығар кезінде ие болып жатады. Ал сіз 37 жасыңызда бұның барлығына ие болыпсыз. Енді бұл енді жасалып жатқан ісіміз, бұл жерде енді атақ үшін деп ниетіміз атақ алу, бір осындай бір біреуден мақтау алу болған жоқ. Не болса да өзіміздің ниетімізге байланысты, өзіміздің алға қойған мақсатымызға байланысты жұмысымыз жасадық. Бірақ енді дей тұрғанмен кейбір адамдар десек болады, кейбір осы жасаған жұмыстарымызға орай өзімізді марапаттап та жатқаны бар. Осындай атақ даңқтарды беріп жатқандары бар. Енді беріп жатқаннан кейін қабыл алдық. Бірақ енді жасаған жұмыстарымыз егер осы атақ үшін, осындай нәрсені алу үшін деп жасаған болсақ, мүмкін ол жолға жетпес пе едік деп ойлаймын. Бірақ ниетіміз ондай болған жоқ. Өзіміздің тек қана өзіміздің жұмысымыз жасадық, ниетіміз тура болды. Сол жолда жұмыс жасағаннан кейін кейбір жететін жерге жеткен шығар мүмкін, ықыластарын, разылықтарын білдіріп, осындай бір керемет қошеметпен бізді қарсылаған сәттері болды, қабыл алдық. Солай болды. Сонда сіздің жалпы өмірлік мақсатыңыз, түпкі ниетіңіз қандай жалпы спорт саласында? Мысалға, Дәулет Грек спорт клубын ашқан себебіміз, өзіміз енді жас кезімізде біздер күрес жолын ерте тоқтаттық деп айтсам болады. Кейде өкініш болады, осы күресті неге жалғастырмадық. Өйткені қазір соңғы кезде барлық күресте болып жатқан нәрселерді көріп жатқаннан кейін, менде неге осындай дәрежеге жетпедім екен, неге біз күресті, енді мен жас, былай айтқан кезде, студенттер кезде, жастар арасында, 20 жасқа толған кезінде қойып кеттік мысалы күресті. Сол әлі күнге шейін мына көкейде жүрді ол, неге мен де күреспедім деген сияқты. Сол себепті жаңағы айтқандай Дәулет Гректі ашқан себебім, мысалға артымнан мен жетпеген жетістіктерге өзім бір шәкірт дайындап, сол шәкірттерім жеткізсем екен деген сондай бір ниетпен ашылып, осы клубты ашып, осындай балдар тәрбиелеп жатқан жағдайымыз бар. Енді жеке басыңыз туралы сұрақтарға келіп жатырмыз ғой, осы ретте тағы да қоя кеткім келіп тұр. Өзіңіздің енді алма ағашынан алысқа түспейді дейді жалпы қазақ. Енді сіздің осындай тәрбиелі болуыңыз және осындай жетістікке жетуіңіз ата-анаңыздың да арқасы деп білеміз. Яғни ол кісілер де сізге дұрыс бағыт, дұрыс тәрбие бере білген болып тұр ғой, соған қарағанда. Енді өзіңіздің ата-анаңыз, отбасыңыз туралы қысқаша айта кетіңізші. Енді әрине әрбір істеліп жатқан нәрсе бостан-бос келмейді. Бәрі де тәрбиенің артында бәрібір тәрбие әсер етеді деп ойлаймын өзім. Сол себепті мен қазір енді қай нәрсеме қатысы, осы отбасымның қатысы көп болғанын айтатын болсам, мысалға мына қайырымдылық шараларын істеп жатқан болсақ, соның барлығы мысалға менің әкемнің өзің тікелей тәрбиесінде балам өскесін ел жұртыңа, қоғамға
зияның емес, пайдаң тиетін азамат бол деп тәрбиелегені бар. Сол есімде сол бізге әбден ұйып тыңдаған екенбіз. Соның әсерінен де ойлаймын, әр кезде болмасын біреуге бір пайда беруге, бір адамға емес, адамға беріп атсаң екі бастан, бірақ қоғамға берген бір пайдаң болатын болса, ол бір қоғам үшін, ел үшін, жұрт үшін пайдаң тиетін болса, бір үлкен ғанибет деп ойлаймын. Сол себепті әркез жаңа әке-шешеміздің, ата-анамыздың бізге берген тәрбиесі әсер етіп, сол бойымызға сіңіріп өстік деп ойлаймын өзім. Енді дәке, жалпы негізгі сұраққа көшейік. Мынау енді бұған дейін сіз Шалқарда оқыдыңыз, күрестіңіз, сосын осында келіп оқуға түстіңіз, күресті 20 жасында доғардым дедіңіз, одан әскерге бардыңыз, кейіннен қайтадан Шалқарға барып, басқа салада жұмыс жасадыңыз. Дұрыс қой, иә? Қандай сала еді? Инженер-технический жұмыс жасағаным, иә. Сол салада жұмыс жасап жүрдіңіз да, кейін Ақтөбеге қоныс аудардыңыз. Осы клубтың ашылу себебін айтыңызшы маған. Жалпы мен сол Шалқарда жүргенде өзім жаңағы инженерлік жұмысымды атқара жүріп, бос уақытымда өзімнің жаңағы Владимир Николаевич Тиханович спорт мектебінің түлегіміз ғой енді. Бізге әрдайым есігі ашық болды ол жерде. Біздер күндіз жұмыста болсақ, кешкісін өзіміз үшін жаттығу жасауға баратын едік. Сол кезде бала жаттықтырып жүрген, жаттықтырушыларды көріп, сол кезде жаңағыдай әртүрлі ойлар келеді. Мен неге күресті қойып кеттім екен, мен неге күреспедім екен деген сияқты. Одан кейін бала жаттықтырып жүрген өзіміздің құрдастарымызды көргенде қызығатынмын негізінде. Сонда ойлап қоятын, мен мамандық таңдаудан қателескен жоқпын екен деген сияқты. Мен енді бұл клубты ашпас бұрын негізі басын сол спорт школалардан бастадым негізі. Спорттық мемлекеттік мекемелерден. 2021 жылы құрылды. Қазір енді 2025-4 жылдай уақыт болып қалды. Бұлай болды, мемлекеттік мекемеде жүргеннен кейін, ол мекемеде қазір бұлай ғой енді. Көптеген уақытыңды сол жерге бөлу керексің да. Ойлаған нәрсем жасау үшін мен ешкімге бағынбайтындай болуым керек болды. Сол себепті осы нәрсені қолға алып, мен жеке шықтым. Жеке шығып, өзімнің клубымды ашып, өзімнің екінші жаңа кәсіптерім болды деген сияқты. Соның барлығын расписаниесін келтіру үшін. Сондағы мақсатым, әрине, мемлекеттік мекемеде жасағаныңда ешқандай пайдасы болмаса, зияны жоқ. Ол жерде бір жаман басқа деп та айта алмаймын. Тек қана мен үшін керек болғаны өзім расписание келтіру үшін ғана. Солай осылай жеке шығып, өзімнің клубымды ашып, қосымша жұмысымды да жасап үлгердім. Және өзімнің клубыма да жаттықтырушы шәкірттеріме сабақ беріп, екеуін қатар алып жүруге осы ыңғайлы болды маған. Енді клуб ашылды. Жалпы басында қанша шәкірт тарттыңыз өзіңізге? Және қазіргі таңда қандай жетістіктеріңіз бар? Мыналардың барлығы енді сол осы клубтағы шәкірттердің жетістігі ғой? Иә, мына тұрған, міне алдыңызда тұрған алтындар, белбеулер, осы менің шәкірттерімнің жетістіктері. Әрбір жерде мақтанып айтып отырамыз. Бұлай енді жаңа алдыңыздан қанша шәкірт өтті деген сияқты, бізде ол жерде спорт болғаннан кейін әр жыл сайын біздер жаңағы бала шақырып, набор дейді, набор жасап отырамыз. Соның бірі 20 шақты бала келетін болса бір жылда, соның бір 10-ы қалады. Қалған 10-ны, қалып қойған 10 баласы не балаға ұнамайды, я болмаса басқа спорт таңдап кетуі мүмкін. Енді әркімнің өз құқығы, сол сияқты 10-ы кетеді. Келесі жыл қайттан набор жасаған кезде тағы балалар келетін болса, бір қандай да бір сан айтатын болсақ, соның бір 50% сізде қалады. Кейінгісі уже басқасын таңдап кетуі мүмкін. Сол себепті ол жер іріктеледі ғой, іріктеледі. Бірі кетіп атса, бірақ бір жағынан көбейіп атқан балалар да бар, бір жағынан тұрақты осыдан 7-8 жыл бойы, мысалға мен қазір 10 жылға жуық тәжірибем болатын болса, сол 7-8 жыл бойы менімен бірге келатқан, әлі күнге шейін келатқан бір үйір балдарым бар деп айтсам болады. Мына алдарыңызда тұрған қазіргі мына жетістіктер, сол балдардың жетістіктері. Так, бұның ішінде енді атап айтатындай қандай жетістіктер бар? Атап кетсек, бір екі-үшеуін. Енді Россиядан алдық, Қазақстаннан алдық дейтіндер бар. Қазір айтатын болсақ, мына жерде мына ар жағында тұрған белбеу Россиядан келген международный турнирден ел аралық. Одан кейін мына Алматы облысында өткен республикалық турнирде чемпион болған балаң. Енді поястар чемпиондыққа беріледі ғой. Одан кейінгі тұрған Орал қаласында болған. Және де тағы бір поясымыз бар.
Қырғызстанда болған жаңағы ел аралық турнирлерде чемпион болған балдарымыз бар. Және мына алтындар енді республикалық турнирлер, одан кейін облыстық турнирлер, және мына жерде бір медаліміз бар біздің міне. Мына тұрған кеше осы соңғы 2025-те Қазақстан Республикасының чемпионатынан қола медаль жеңіп алған балдарымыз бар. Қазір енді мен өзім сараптауым бойынша бұл жетістіктер енді жаман емес деп ойлаймын енді. Санаулы жылдың ішінде мынау шетелге дейін шығып балдарыңыз жақсы көрсеткіш көрсетіп жатыр. Иә, қазір енді өзімнің жетістіктеріме өзім кезінде қалай жеттім, өзімнің бапкерлеріммен ақылдасам, кеше енді өзіміздің қатарлас, өзімізбен бірге келген тренерлермен кейде санасасың ғой, сен енді республиканский турнирлерден бөлек международный турнирлерде қай уақытта жеттің, Қазақстан Республикасы чемпионатына сен шәкірттерің неше жылдан кейін берді деген кезде, олар енді мемлекеттік мекемеде жұмыс жасап жатқан тренерлермен өзімнің жеке шауып, жеке бөлініп, жеке болып жұмыс жасап жүргенім, олардан енді асып кетпесем де қалып қоймай, солардың қатарластарына келе жатқаныма өзім қуанам жалпы. Балдардың жетістіктері жаман емес, өзімді қуантарлықтай дәрежеде. Бұдан әрі әлі талай жетістіктерге жетеміз деген менің енді күмәнім жоқ жалпы. Енді біздің Ақтөбемізде Аллаға шүкір қазір әртүрлі спорт залдары көп қой енді. Дзюдо да бар, грек-рим де бар, басқа да тағы да бокс те бар, басқа да неше түрлі сала бар. Мен енді баламды беретін болсам, Дәулет Грекке не үшін беруім керек? Және Дәулет Грек мен берген балаға мысалы не бере алады? Біздер Дәулет Грек спорт клубына жаңағы айтқан сияқты мен шәкірт қалдыруым керекпін деп мақсатпен ашқан болсақ, енді негізі уақыт өте келе, тәжірибе жинақтай келе, көптеген нәрселерге куә бола келе, жалпы өзіңді шыңдай түседі екенсің. Сол себепті қазір енді бізге келген баланың барлығы мұндай алтын алу мақсат емес оларға. Барлығына бірде бұндай алтын алыңдар деп талап қылмаймыз. Өйткені кейбір балалар бар, өзінің ортасын таба алмай жүрген, өзіне қолайлы нәрсе таба алмай жүрген балалар бар. Біздер жалпы келген балаларға чемпиондықтан бұрын бірінші тәрбие береміз. Тәртіп болу керек екендігін, кімді тыңдау керек, не нәрсені жасау керек, не нәрсені жасамау керек деген сияқты. Бірінші біз бастан келген кезде балаға мені тыңдауды емес, бірінші ата-ананы тыңдауды үйретеміз. Келген балаларды тек қана біз чемпиондыққа дайындамаймыз, оның ашылуын дайындаймыз. Сөйлес, менімен сөйлес, үйге барғаннан кейін ата-анаңмен сөйлес деген сияқты. Және тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Ең бірінші оның чемпион болғаны бізге маңызды емес. Чемпион болу оңай. Адам болу одан қиын дейді негізі. Сол себепті бізді бірінші адам қылғымыз келеді. Оны ертең өскенде өзінің үйіндегі қарындасы болуы мүмкін, апасы болуы мүмкін, інісі болуы мүмкін. Оны қорғай алатындай, одан қалды анасы бар, оның әкесі бар. Бұл бала ертең ержетіп өсем дегенде оның әке-шешесі қартаятын болады. Ертең оны қорғай алатындай, оның баға алатындай, оның айтқан тіл алғыш бала болатындай. Тіл алғыш болу керек қой. Ол жауапкершілікке үйретеміз. Мен мысалы бір нәрсені тапсырып жіберетін болсам, оны түбіне жетпей қоймаймын. Бірдеңені ала кел деймін ба, мысалға айтам ба, ертең сен осындай нәрсені алып кел. Мысалға айтуым мүмкін, мен оған ертең өзіңмен бірге суыңды алып кел. Біреудің суын іше берме, сұрап алма. Ертең алып кел деуім мүмкін. Я болмаса біреуге айтуым мүмкін, мен сен шашыңды алып кел ертең. Шашың өсіп кетіпті сенің. Дейтін болсам, ертеңіне қадағалаймын, ана бала соны істеп келді ме, жоқ па? Ол я деп кетеді, ана я дейтін сөздің қадірі болмай қалуы мүмкін. Ол келесі күні я деп кеткенмен істемей келуі мүмкін мысалға. Уәде бердің бе орындамадың? Иә, вот міне, уәде бердің бе орында. Неге орындамадың? Оған наказание бар бірақ. Отжимание жаса, турникке тартыл. Осы жауапкершілікті сезіну керек та ол. Ертеңгі күні ол әке-шешесіне уәде беруі мүмкін. Жігіт сөзге тұру керек. Жігіт сөзіне тұру керек, иә. Осы бастан үйренеді ол. Мүмкін енді оның үйінде әке-шешесі оған беріп та жатқан шығар. Ол табиғи енді мен оған айта алмаймын, сен әке-шешең ондай тәрбие жатқан жоқ, мен саған беріп жатырмын деп айта алмаймын. Мүмкін беріп та жатқан шығар, мүмкін бермей де жатқан шығар. Бірақ менің бергенде тәрбием оған бәрібір сіз жаттықтырушы. Иә, жаттықтырушы и оған артық етпейді да ол. Сондықтан оған әкеге, анаға ол еркелейді, міндетті түрде еркелейді.
әке ата ананың оған қамшысы батпайды. Бізге біз бөтен адамбыз да, сол себепті біз оған жауапкершілікті сезіндіреміз. Айттың ба, жаса. Жасай алмайсың ба, айтпа. Сен айтам, ертең шашыңды алдырып кел деп айтам ба, ертең оған уақыт жоқ па, сен маған я деп кетіп қалып, қайта ертең күні алдырмай келгенше одан да уәде берме. Ағай, мен ертең алдыра алмаймын. Давай аға, келесі жаттығуға шейін алдырып келейінші, ертең мен алдыра алмаймын. Себебін айтып кет. Болды, сан ешкім басын жылы. Осындай тәрбиелік жұмыстар бізде көп. Бізде чемпион болғаннан гөрі оны адам қылып, бір үйдің тұлғасы қылып, оны ертең азамат қылып, вот міне шәкірт дайындау деген, міне мен ертең күні міне Дәулет ағайын тәрбиесінен өскен шәкірт деген бір осындай бір тұлғалар пайда болса деген. Түсінікті болды. Мен де балам бергім келіп кетті. Беріңіз. Алла қаласа. Рахмет. Енді мынау жалпы мына жетістіктеріңізді көріп отырмыз. Көптеген жетістіктер бар. Енді үнемі бір орын алып, үнемі бір жетістікке жетіп жүрген баланың бойында бір шамалы балалық бұлаңдық болуы мүмкін ғой. Шамалы енді қазіргі тілмен айтқанда жұлдыз ауруына шалдығып, сондай балдармен қалай жұмыс жасайсыз? Жалпы жұлдызды біз өзіміз қолдан жасаймыз. Біз енді қазіргі балалар көбісі жұлдызға айналғысы келіп тұрады. Сол себепті ол балалармен біздер енді түсіндірме жұмыстарын жасаймыз жалпы. Сенің күресің енді басталды. Сен әлі мектепті бітіресің, одан кейін жаңа жастар арасында күресесің, әлі ересектер арасында күресесің. Спорт сенде енді басталып жатыр. Бұл баспалдақтың бірінші баспалдағы. Әлі сенде талай жүлделерге жету керексің, әлі орындарды алу керексің деген сияқты. Саған бұлай еркінсуге болмайды. Я, орынсына орын алған екенсің, жеткен екенсің, жақсы, құтты болсын, жарайсың. Бірақ бұнысымен тоқтамауымыз керек деген сияқты бұл балалармен отырып айтылатын әңгімелеріміз бар өзіміздің. Мынау енді спорт болғасын жерде жеңіс те болады, кейде жеңіліс те болады. Енді ана қарап отырсақ, жарыстарда жеңілген шәкірттер жылап шығып бара жатады ғой. Осындай жылап келген балдарыңызды, жеңілген балдарыңызды қалай жұбатасыз? Боларды баланы жұбатасың ғой, бірақ өзіңді жұбату қиын да. Осы күнге шейін бір балама ешқандай бір қолым үшін тигіз көрмеппін. Өйткені бірінші очередь, бірінші өзімнен іздеймін қатені. Мүмкін ол жеңілгені менің қателігім шығар, мен оған үйретпеген шығармын осы нәрсені. Өзіммен шығар деп өзімнен көрем бірінші себепті. Сол себепті бұл балдарды жұбатамыз, әрине жұбатамыз. Ол жерде енді жұбатқанда не керек? Баланың жылағанынан бұрын оның қатесін түсінгені керек та, қай жерде деген сияқты. Біз өйткені мен әрбір жерде жарыста жүрген сайын видеоға түсіріп жүремін мен. Кейде көмекшілерім болады, кейде өзім деген сияқты. Ол камера видеоға түсіріп жүргендегі себебім енді бәрібір түсіріп тұрғаннан кейін, оны материал болғаннан кейін Инстаграмға саламыз. Кейбіреуі ойлау мүмкін, неге салады екен, енді оны насихат есебінде де саламыз. Бірақ біздің ең бірінші ол видеоны түсіру деген мақсатымыз, біз үйге келгеннен кейін, залға келгеннен кейін, жарыстан кейін өзіміз қатеге жұмыс жасаймыз жалпы. Балаларды отырғызып қойып, ол балалардың схваткасын жаңағы түсірген видеомызды көрсетіп, өз алдына сен мына жерде мынаны дұрыс жасамадың, мына жерде былай жасау керек еді, былай жасау керек еді. Жұбату жұмыстары сол жерде болады да. Одан кейін ол баланың жарыстағы жылағаны балалықпен ғой, балалықпен өкінеді, жылайды, кейбіреуі ағайдан қорқып жылайды, кейбіреуі өкінішпен жылайды деген сияқты. Ол жердегі жылаған нәрсе енді ондай қатты бір рөл атқармайды енді. Бірақ ол сабақ алу керек, ол қатесін білу керек. Сол себепті біздер өзіміздің залға келгеннен кейін кейде болады, алыс жолға, алыс қалаларға жарысқа барған кезде, пойызда қайтып келе жатқанда, жол жөнекей деген сияқты бір күн, екі күн жол жүретін кезде әрбір баланы шақырып алып, мында кел, сен мына жерде былай жасауың керек еді, мына жерде былай жасауың керек еді деген сияқты. Осындай жұбату деген сөздің орнына қатемен жұмысын осылай көрсетіп отырамыз деген сияқты айтуға болады. Кейде енді сіздің Инстаграм парақшаңыздан көріп қалып жатамыз. Осы балдармен жұмыс жасау үстінде блогерлерді алып келіп жатасыз. Немесе жаңағы жақсы бір чемпион болып келген жігіттерді әкеліп мастер-класс көрсетіп жатасыз. Бұл не үшін? Енді қазір дамыған заман ғой, балалардың көзін ашу мақсатында енді чемпиондарды алып келетін себебіміз қазір енді балалар көбінесе TikTok'та отырады,
тиктокта басқа біреулерге еліктеп кетпесе екен, осында мына чемпиондарға еліктеңдер одан да деген сияқты чемпиондар да келіп, ол чемпион танымау мүмкін, бірақ ол чемпионды әкелердің алдында бірінші жаңағыдай инстаграм арқылы таныстырамыз. Мына осындай деген, қазір заманы дамып жатқан заманы ғой. Біздің уақытта біз бала кезімізде бізге айтса, сен чемпионат Азияға қатысасың, чемпионат мирға барасың десе, я болмаса мына чемпион мира болыпты десе, біз көз алдымызға елестете алмайтын едік. Ол қандай жарыс, ол қай жерде болып жатыр деген сияқты. Ал қазір біздер балалар көріп отыр. Даже біздер чат арқылы, инстаграм арқылы чаттарға жіберіп отырамыз балаларға. Қараңдар, қараңдар. Ата-аналарға да бізге ескертеміз. Ата-аналар кейбір, мысалға бізде болады, бір қарапайым Қазақстан чемпионаты болады дейікші, Казспорттан көрсететін болса, чатқа жібереміз ата-аналардың чатына. Ата-аналар міндетті түрде сағат 15:30-да финал болады. Казспортты қосыңдар, алдына баланы отырғызыңдар деп жазып жібереміз. Сол жерде ата-анаға байланысты уже ары қарай. Мына жерде бұндай ғой, балалардың жетістікке жетуіне тек қана жаттықтырушының мойнында емес. Жаттықтырушыға да байланысты, иә, бірақ балаға да байланысты. Алғыр бала болатын болса, ерінбейтін бала болса, сен айтқан істейтін болса, және жаттықтырушыға да иә байланысты. Бірақ үшінші тұлға не? Бізде ата-ана. Ата-ананың да көмегі керек болады. Ол енді әрбір возрастта әртүрлі. Мысалға, мен енді өз возрастыма айтатын болсам, мен жасөспірім балалар. Жаңағыдай сияқты ғой, қарапайым нәрселер. Мысалы, айтуымыз мүмкін. Бүгін осындай уақытта Қазақстан чемпионаты болып жатыр, міне. Казспортты қосып қойыңыз, балаңыздың алдына жағдайын жасап беріңіз. Ешқайқа жұмсама, Казспортты қос, сериалыңды қоя тұр, баланы отырғыз, болды деп жіберетін болсам, мысалға 40 ата-ана отыра ма, соның арасында жартысы сол айтқанымды орындауы мүмкін, жартысы орындамауы да мүмкін. Сол сияқты сол арқылы біздің Қазақтан шығып жатқан чемпиондар бар ғой. Қазақтан шығып жатқан чемпион бар, оның ішінде Ақтөбеден шығып жатқан чемпиондар, оны тану керек, және оны үлгі тұту керек, және оған ол не? Еліктеу керек. Оған еліктемей жатыр ма, ол балдарды живой әкеліп беремін алдарына. Міне осындай бала. Олармен күреседі, мастер-класс өткізеді, суретке түседі, еліктеп, солай өсу керек. Ол спортты таңдады ма, спортта жүргеннен кейін сол спортшыларға қарап бой түзеу керек. Ал енді блогерлерді әкелетін уақыттарымыз болады. Кейбір блогерлерді әкеліп жатсақ, жаңағы сияқты айтып жататындар бар. Мына блогерлерді әкелгенше неге чемпиондарды алып келмейсіз деп жазатын комментарийлерді оқимыз. Бірақ ол жерде жатқанда бір саясат бар да. Блогерлерді қазір көп қарайды балалар. Біз де қараймыз ғой. Сол сияқты балалар да қарайды. Сол себепті біз мына жағынан да баланы ұстауға тырысамыз, мына жағынан да ұстауға тырысамыз. Мына жағынан жаңағы өзіміздің күресте чемпион болып жүрген, жетістікке жеткен спортшыларды әкелетін болсақ, мына жағынан кейбір балдар бар, оны қызықтырмайды, оны қарамайды, блогерлерді қарайтын балдар болуы мүмкін. Керек десең, соны әкеліп берейінші алдыңа. Әкеліп беріп, солардың ауыздарынан естісе, жігіттер, ағайлардың айтқан істеңдер, ағайлардың айтқан тыңдаңдар, сол кезде сендер үлкен жетістікке жетесіңдер дейтін болса, кейбір балдар болуы мүмкін, не ата-анасын тыңдамайды, я ағайын тыңдамайды, мына жаңа блогерлердің айтқанын істеуі мүмкін балдар болады да. Солай арқылы, блогерлер арқылы, оларды қызықтыру арқылы қайткенде де сол күрестің айналасынан бір насихаттау. Сол себепті біздер чемпиондарды да әкелеміз залымызға, блогерлерді де әкелеміз. Қайткенде де сол бізді күрестің айналасында спортты насихаттау үшін сондай бір шараларды істейтініміз бар. Енді балдармен жұмысыңызды көріп отырмыз, естіп отырмыз. Енді ата-аналармен жеке-жеке қандай жұмыстар жасайсыз? Ата-аналармен жұмыстар жалпы жаңағы айтып кеттім ғой, ата-ананың да рөлі үлкен рөл атқарады негізінде. Кейбір әртүрлі ата-аналар бар. Балағының спортына деген мүлдем қатысы жоқ, немесе өте қатты, слишком араласатын ата-аналар болады, өте қатты. Орташа деңгейдегі ата-аналар болады. Ата-ананың бізге кейбір керек кездері жаңағыдай кез. Жалпы оның мүлдем спортқа қатысы жоқ, араласпай кететін ата-аналарда бізге жұмыс істеуімізге кедергі болады. Жаңағы сияқты ғой. Бұлай жасап беріңіз, бұлай жасап беріңіз деп біз кейде ата-аналарға тапсырмай береміз да. Тапсырма болғанда жаңағыдай болмайтын нәрсеге оны орындамайтындар болады. Кейбір жаңағы қатты араласатын ата-аналар болатын болса, кейде саған ақыл айтатын ата-аналар болады. Мынаны үйретпеш, мынаны үйретші дейтін сияқты. Олар да бізге кері әсерін тигізеді негізі. Жалпы ортадағы ең ұстанымы қарапайымы. Тренерге тапсырдың жаттықтырушыға, және оған тек қана қарапайым
бізде саған не керек деп арасында хабарласып тұрсаң ғана соның өзі жарайды болды. Ол жаттықтырушы айтады. Керек болса, осындай нәрсе керек. Мысалға, көбінесе ол мына жастар арасында, ересектер арасында күресіп жатқан спортшыларға қатысты болуы мүмкін. Иә, осындай, міне балаңыз осындай витамин керек, балаға осындай тиісшілік керек, балаға осындай демалыс керек деген сияқты жаттықтырушы өзің айтады. Айтпаса, бізде не керек деген кезде, либо саған керек нәрсені айтады, либо жоқ, ештеңе керек емес, өзім керек кезде хабарласам дейді болды. Сол сияқты бізде ата-аналарда көбінесе мен ата-аналар жиналысын жасап тұрам. Сосын ата-аналар бізде жетектеп әкелетіндердің арасында жаңағы әкелерінен гөрі кейде аналар әкеліп тұратындар болады. Соларға қарным ашитын болады. Сосын мен олардан айтатыным бар, кейде әкелері бар ма, әкелері хабарлассыншы маған деген сияқты. Сосын чатқа да қосатын болсам, әкелерін қосам кейде. Түсінем, олар енді отбасын асырағысы келіп, мүмкін қолы бос емес шығар, жұмыстары көп шығар, отбасын асырайды, табыс табу керек деген сияқты болса, бірақ отбасыдағы сенің өзіңнің асырап отқан отбасың балаңнан артық бір құнды нәрсе жоқ шығар, бір уақытыңды бөлуге болады шығар деп ойлаймын. Бірақ жетектеп жүретін аналары болады. Ана қасқа барлығынан қалдырғысы келмейді, маған әкеледі, қосымша сабағына ағылшынына апарады, анда апарады, мұнда апарады. Оның бойына жүктеп қойғанымен, бірақ қанша айтқанмен ана дейтін ол жүрегі жылу да. Оның таңертеңсінгі жаттығуына мен баласын тұра алмай жатса, мама бармай қояйыншы десе, жақсы балам деп айтуы мүмкін да. Жақсы, ол да керек, ата-ана жақсы, мейірімді, жақсы деу мүмкін. Ол жаманды ойлап тұрған жоқ та, ол ішінде баласын жақсы көріп тұр, демалысын істеп тұр. Бірақ қой балам тұр, бар, жаттығуыңа бар дейтін әке болу керек та. Әкесі бар ғой, Аллаға шүкір. Бірақ сөйтіп айтатын бір әке болу керек та. Өйткені ол бала, балаңды аясаң аяма дейді ғой. Сол сияқты қазір оның аяғанынан ол пайда жоқ. Ертеңгі күні сізге бір тұлға болатын осы бала. Сондықтан көп жерде мен ата-ананың әкесімен сөйлескенді жақсы көрем. Әкесімен танысқым келеді, әкесін шақырам, әкесін көп жерде араластырғым келеді. Сосын бізде былай, мынадай бір жетістіктерге жетіп жатса, әдейі мен осындай бір отырмақ шәйларға ұйымдастырам. Шәй ішейік, баламыз алтын алып келіп жатыр екен, пойыз алып келіп жатыр екен, давай, әкелер бір жерге барып шәй ішейік. Барып, жүзбе-жүз көздесіп, құтты болсын, ол тек қана себеп үшін ғана. Бірақ мен оның әкесімен сөйлескім келеді. Қай ауылдасың, кімсіз, сіз бұрын спортпен айналысқансыз ба? Балаңызға деген болашағыңыз қандай, спортқа неге бердіңіз жалпы? Деген сияқты сұрақтарым көп та мен ата-анаға қояды. Олармен жиі кездесіп әңгімелесіп тұрғым келеді. Сол сияқты көп ата-анама негізінде әке араласса екен, әке туралы көп айтам. Әкені алға тартатын бар енді. Енді мына балдарыңызбенен қарап отырмын. Кейде жарыстан кейін лагерлерге алып кетеді екенсіз, атқа мінгізеді екенсіз, бірге моншаларға барады екенсіз. Бұндағы мақсатыңыз не сіздің? Мен енді бірге жүреді екенсіз балдарыңызбен. Балдарды менде андай бар. Мына балдар жалықтырғым келмейді балдарды. Күнде күрес, күнде спорт деген сияқты мен жалықтырғым келмейді. Сол туралы қандай да бір себеп болатын болса, киноға барып қайтайық деймін кейде балдарды. Сосын ата-аналардың чатына жазам, мен балалармен киноға барып қайтам. Осындай кім барады, қол көтеріп. Жазғы уақыттарда жарысқа мына оңтүстік жаққа шығып кететін болсақ, желательно сол жерде бір лагерь болатын болса, мысалы қалып қоям 2-3 күнге. Өзіміздің қалада болатын болса, жаңағы природаға шығып, демалып қайтуды ұйымдастырып, скайпарк сияқты кішкентай балаларға арналған жер болса, ояққа бірге баруға. Кейде болады, 6-шы күні бізде жаңағыдай даладағы жаттығу болатын болса, содан шығып баняға барамыз. Баняға ол мен үшін де бір жауапкершілік. Кейде болады, мысалға бассейнде құлап қалып жатады, тайып қалып жатады, кафельге тайып қалып жатады, аяқтары. Оның бәрі жауапкершілік. Бір жердің басын сындырып алып жатса, қолын сындырып алып жатса, ол менен жауапкершілік менен алады. Неге бұлай жасадың деген сияқты. Бірақ соның өзіне төзім тұрып, мен балдармен өзім бірге баняға барып, оның барлығы енді балдарымды мен жалықтырып алмау үшін. Күрестен, спорттан жалықпасын. Одан да мындай нәрсе. Ойын ойнатып алатынымыз бар. Жаңа өзіңіз айтқан сияқты атқа баратынымыз бар деген сияқты. Әртүрлі іс-шараларды былай
әлсін қосып тұратын бар. Өйткенде сондағы мақсатым мен өзім қолымда жүрген балаларды, енді өз отбасындағы балаларыңды да әлсін арасында демалыс орталықтарына апарып тұрасың. Сол сияқты бұларды апарып тұрам. Күрестен, спорттан жалықтырып алмау, жалықпау, жалығып кетпесін. Бұның ішінде осы достармен бірге қыдырсын, бірге жүрсін. Осы клубтың ішінде бір ауызбіршілік, балаларда бір-бірімен дос болып, бірге өсіп, бірге өніп, қыдырып, осы клубтың ішінде бәрі де бар екен ғой деп жүруіне сол ықпал етеміз. Рахмет, енді клуб туралы біраз ақпаратты бердіңіз, жалпы жұмысыңызды таныстырдыңыз. Енді тағы да қосымша өзіңіздің жұмысыңыз осы федерацияның атқарушы басшысы ғой енді. Осы федерацияның қазіргі таңда жасап жатқан жұмысы жөнінде, алдағы мақсаттары жөнінде, айырмашылығы, артықшылығы жөнінде айта кетсеңіз. Енді қазір Ақтөбе облысында күрес, оның ішінде мына грек-рим күресі өте қарқынды дамып тұр қазір. Сонау ана Есенгелді Батырғарин ағамыздың күресіп жүргеннің кезінен бастап қазіргі күнге шейін Ақтөбе облысының жалпы күрес нәтижесі өте жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Оған жетіп жатқан, оның ар жағында тұрған жаңағы жаттықтырушылардың еңбегі, көптеген былай айтқан кезде командалық жұмыс қой енді. Ауызбіршіліктің арқасы, білікті мамандардың арқасы деген сияқты. Соның нәтижесінде қазір Ақтөбе облысында үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Енді алысқа бармай-ақ, соңғы 5 жылдықтағы нәтижемізді алатын болсақ, Мейрамбек Айнағұлов бауырымыз 2 мәрте әлем чемпионатының жүлдегері болып келетін болса, одан кейін соңғы осы 1-2 жылдықтағы жаңалығымыз мына 15 жасқа дейінгі және 20 жасқа дейінгі жастар арасында 2 возрастта бізде Қазақстан Республикасы чемпионатының командалық есепте чемпион болды. Және ол 1 жыл ғана емес, 2 жыл қатарынан солай. Оны енді бізде былай айтады ғой, чемпион болу оңай, чемпиондықты сақтап қалу қиын деп. Сол сияқты 2 возрасттан 2 жыл қатарынан осындай командалық есепте чемпион болған жастарымыз бар. Оның ішінде 17 жасқа шейін кешегіде әлем чемпионы болып келіп жатыр. Одан кейін айта беретін болсақ, кеше жастар арасында әлем чемпионатының мысалға 10 салмақ дәрежесінде Қазақстан Республикасы чемпионатының іріктеп шыққан республиканың іріктелген командасында Ақтөбе облысынан 4 бірдей баламыз жүр. Мысалға 10 салмақ дәрежесі бойынша команда құрылған болса, соның 4-еуі біздің Ақтөбе облысының балалары. Ол өте қуантарлық жағдай. Мысалы сондай дәрежеге жетіп отыр қазір. Оның барлығына біз қазір қуанамыз. Бірақ қуанғанмен бұрын ең бірінші бізге керегі қазір әлем чемпионы және олимпиада чемпионы керек болып отыр. Сондықтан біздер мына жаңағы әлі талай шығатын, бізде үміт күттіретін жастарымыз жетерліктей. Алдағы уақытта осы мамандарымызға біз күш-жігер береміз. Олардың жұмысынан біздер үлкен нәтиже күтіп отырмыз. Қазіргі жағдайда әлі талай жеңістерді, әлі талай бұған дейін болмағанда жетістіктерге жетеміз деген үміттеріміз бар. Тағы да бір айта кететін нәрсе, Қазақстан Республикасының құрама командасы жасақталған кезде бізде ең керемет дүние, бізде әрқандай возраст бар ғой, мысалға 15 жасқа шейін, 17 жасқа шейін, 20 жас, 23 және ересектер арасында деп осындай 5 жас ерекшеліктеріне бөлінетін болса, соның ішінде әрдайым біздің Ақтөбе облысының бір спортшысы сол құрама командада жүреді. Ең бізді бір қуантарлық нәрсе, біз басқа облыстың спортшыларымен салыстырған кезде кейбір облыстар бар, құрама командада балдар жоқ. Ал бізде қазір олармен салыстыра қалайтын болсақ, әрбір возрастта біздің Ақтөбе облысының бір жоқ дегенде бір спортшысы Қазақстан Республикасы құрама командасында бір спортшымыз жүреді. Осындай біздің жетістіктерімізді жалпы көріп қуанатынбыз. Енді өзіңіз жаттықтырушысыз және өзіңіздің де үнемі жаттығып жүргеніңізді көреміз. Бұның сыры неде? Жарауаттай жарап тұрсыз қазір. Бұлай енді өзіңіздің киіміңізге де және осы сыртқы формаңызға да қатты көңіл бөлетін секілдісіз. Жалпы өзіміздің жаңа сіз айтып отқан сияқты жаттығу жасайтын себебіміздің енді себептері бар. Оның біріншіден өзіміздің балаларымызға үлгі болу үшін бізге қарап бой түзейтін шәкірттеріміз бар. Сол себепті өзімізде шамалы
шәкірттеріміздің алдымызда стройға қойып әңгіме айтып тұрған кезде қарнымыз шығып тұрғанша одан да бір жинақы тұрып әңгіме айтып бір сөйлей алатындай дәрежеге жетсек дейміз. Сізге қойылатын келесі сұрақ, Дәулет мырза. Енді Батыр боламын жобасы бойынша Ақтөбе облысында 16 елді мекенге спорт залы салып бердіңіздер. Осы жөнінде айта кетсеңіздер, қалай болды, қалай жасадыңыздар? Енді біздің жалпы өзімнің алға қойған мақсатым осы бір ел жұртқа, халыққа деген сияқты бір пайдам түйген бір азамат. Мен өзімнің азаматтық борышым ретінде көрдім. Өзімнің осы өмірде жалпы жоқ дегенде бір рет бір халыққа пайдам тиіп кетсе деген ұстаным болды. Және оны ойланып жүрген кездер болды. Оны қалай тигізуге болады деген сияқты. Сөйтіп жүрген кезімізде есіңізде болса, мына Бердібек Сапарбаев Мәшбекұлы біздің облысымызда әкім болып тұрған кездері осы туған елге тағзым деген бір бағдарламаны бастады. Сол кезде оны қолдаған кәсіпкерлер болды. Әр кәсіпкер өзінің туған еліне, әркім туған ауылдарына бір қандай да бір көмегін тигізіп жатты. Біреуі поликлиника салып жатты, біреулер аллейка салып беріп жатты деген сияқты әрқайсысы әртүрлі. Сонда мен не істей аламын дейтін нәрсе болды. Мен ол кезде бір 35 жасында болдым. Мен еліме не істей аламын? Сондай бір ой келді. Бірақ ойлайтын мен бірақ ештеңе істей алмайтын шығармын. Қолымда ондай бір ақшам жоқ. Мен бір үлкен дүние жасайтындай. Сөйтіп ойлану барысында алдымнан бір қазір айтатын нәрсем, осы нәрсенің соңында айту керек еді, негізі бірақ қазір айтайыншы. Қолыңда біреуге, жалпы біреуге жақсылық жасау үшін, немесе халқыңа бір жақсылық жасау үшін міндетті түрде сен бай болу керек емес екенсің. Міндетті түрде сенде ақша болу керек, міндетті түрде сенде көп дүние болу керек емес екен. Өйткені қандай да бір ниетің түзу болса, егер бір ақша бар жермен керек жерге екеуінің ортасында бір себепші болып кетуге болады екен да. Сол осындай оймен жүрген кезде бір қандай да бір себептерге байланысты бір азаматтармен, яғни мына қайырымдылық қорының негізін қалаушы жігіттермен танысып, бір ортада кездесіп қалдық. Сол танысу барысында әңгіме болды, немен айналысасыңдар деген сияқты. Сондай осындай бір ауылдық жерлердің спортын дамытумен айналысатын жігіттер екен. Ол кісілерге мен өз ойымды айтып, осындай мен оймен жүредім. Маған көмектесе аласыздар ма? Егер мен шынымен өзімнің мұқтаждығымды сіздерге алдарыңызға әкелсем деген әңгіме болды. Ол кісілер мені қолдады. Сөйте келе жаңағы айтқан сияқты туған елге тағзым дегендей өзімнің ауылыма, туған еліме бір жақсылық жасағым келіп, сол бір спорт залды ашуға ниеттеніп жұмыстандық. Сол жұмыстың арты осы ауылымыздың спорт залы ашыла бергеннен кейін неге тек қана мен өзім ауылыма, неге тек қана ауданыма жасауым керек, облысыма да жасайын деген ой келіп, облысымыздағы осы ауылдарды зерттеп, қандай ауылдарға қандай спорт залдар жетіспейді, соны зерттеп, ол кісілердің алдына тағы да барып, өтінішімізді білдіріп, яғни қорғап, осындай ауылдарда осындай жетіспеушіліктер бар, спорт керек, мамандар бар, шынымен де жоқ екендігін олардың алдарына дәлелдеп, ол кісілермен қорғап деген сияқты көптеген жұмыстар жасалды. Негізі оңай бола қойған жоқ. Оның барлығы бір 2 жылдай уақыт алды десек болады. Соңында сол кісілердің қолдауымен осы ауылдарға, осы спорт залдарды жеткізумен пайда болған дүниелер жалпы. Енді Дәулет мырза, мына жалпы жаттығуды далада өткізудің пайдасы жөнінде айта кетсеңіз, бұл дала жаттығу не үшін керек балаға? Дала жаттығу жалпы кез келген спортшыға, кез келген возрасттағы спортсмендердің барлығына керек дүние ғой бұл. Өйткені дала жаттығуының өз алдына беретіні мол, өкпеге, оттегіге мол, оттегіге бай жер ғой дала деген сөзіміз. Сондықтан балаға біздер мысалға жаттығуды спорт залда беретін болсақ, спорт залда біз прием үйретеміз,
Жалпы мындай нәрсе бар. Балаға біз күресте мысалға бір жерлерін шынықтыру керек болады. Мысалға физикалық күш дейміз ғой, шынықтыруымыз керек болады. Одан кейін аламыз да ол баланың тағы бір жерлерін гибкость беру керек болады. Жұмсақтық, майысу қабілеттерін арттыру деген сияқты. Жан жақты дамуға, соның ішінде тағы бір қыры осы далада өткізудің пайдасы, жаңа айтқандай. Өкпеге бала өткені ертең күрес үстінде өкпесі қысылып қалатын балдар болады. Сол себепті өкпесін ашамыз. Ол тек бір ғана себеп, одан да басқа пайдалы нәрселері бар енді. Бірақ в основном біздің ұстанатымыз осыған. Біз оны аяз күндерде, қыстың күндерде өткізе береміз далада. Біз жаңбырды күндерде де негізі неге қарамаймыз ауа райына. Ауа райы қандай болып тұр? Бізде кейде ата-аналар болады, бүгін салқын ғой, бүгін бала ауырып қалмай ма? Бүгін күн салқын болып тұр екен деген сияқты. Олар енді басқаша көзбен қарайды да. Бірақ негізі спортта бала керісінше жаңа ауа райына қарамайды. Кейде андай ылғалды күндер болады ғой. Тұмау жұғатын ауа райы болады. Сол кездерде балдар үйде жатады. Салқын тиіп қалады деп. Ол негізі керісінше оның пайдасы бар да. Ол чем үйде жаңағыдай үйдің ауа райында үйде жатқаннан гөрі ол ауруды көп жұқтыруы мүмкін да. Сыртқа шыққан кезде оған жұғатын аурудың алдын алуы мүмкін. Ол сондай пайдасы да бар. Оның денесіндегі бұлшықеттердің организмі тез жұмыс істеуіне, қан айналымына, барлығына оң әсер етеді ғой жалпы негізі айтқанда. Сол себепті біз жаңа айтқан сияқты әрдайым осы аптасына бір рет жоқ дегенде далада жаттығу өткізіп тұрамыз, ауа райына қарамастан. Мен негізі осы клубты ашқан кезде бұрындары мектеп аралап жинадым баланы. Әрбір мектептің есігін қағып, директорлерімен, завучтармен келісіп, хабарландыру беріп, одан қалды карантин басталып кеткен уақыттар болды. Сол карантин басталып кеткен уақытта маған менің шындаған сол уақыт болса болды деп айтсам болады. Өйткені бала жинау керек, бірақ мектептер мені кіргізбейді. Мен ол кезде уже дворларды аралап бала жинап бастадым мен. Мен осы парктың ішінде келіп та даже осылай балдарға жаттығу жасап жүріп, арасында осы сияқты ата-анасымен жүрген балалар болады. Иә, шақырам. Прямо кәдімгідей баламен жүрген ата-ана болатын болса, қасына барам, осылай балаңыз күреске бірдеңе қатыса ма? Жоқ болса неге бермеске деген сияқты. Мен осындай клубым бар, осындай балдар тәрбиелеймін, насихаттаймын жалпы. Сол сияқты кейіннен кейін осы Instagram парақшасын аштық, одан кейін келеді. Бірақ келгеннің барлығын келді екен деп ала бермеймін да негізінде. Ол балаға қазір әртүрлі бала бар, енді біреудің қолы ұзын, біреудің аяғы ұзын, біреуі спортқа күреске ыңғайлы, біреуі бокске ыңғайлы деген сияқты. Сол сияқты егер бала келіп тұратын болса ыңғайға қабылдаймыз, баламен жұмыс жасаймыз. Негізі бала әртүрлі болады. Біреудің жаңа айтқан сияқты физически мощный балалар болады. Дене бітімі өзің туа біткен табиғатынан өздерінің күші бар, білектерінде күші бар балдар болады. Кейбір балдар болады, арық, әлжуаз, бірақ оның басы жақсы жұмыс жасайды, ойлау қабілеті деген сияқты. Кейбір балдар болады, жылдамдығы жақсы, жылдамдыққа жақсы жұмыс жасайтын балдар болады. Сол сияқты балдар әртүрлі болады. Осындай дүниелеріне қарайсыз балдардың? Әрине, оны келтіріп, мысалға, кейбір приемдар болады, күшті талап ететін приемдар болады. Оған күші бар балдарды қоясын. Әр балаға өзіне жаңа приемдарын қойып береміз ғой. Сол кезде жаңа айтқан сияқты. Бокста айтады, удар қойып берем деп, сізде сонда әр баланың өзінің приемы да болатын болып тұр ғой. Мысалға, жаңа айтқан сияқты күшті талап ететін приемдар болатын болса, жаңағы күші бар бала қойып береміз. Ал жылдамдықты талап ететін приемдар болады кейде. Жылдам жасау керек, жай жасағанға шықпайтын приемдар болады. Ондай болатын болса, бір бала болуы мүмкін, ешқандай күші жоқ. Күші жоқ дегенде қалай енді әлсіз бала болуы мүмкін, бірақ жылдам болуы мүмкін. Ондай балдарға мысалға жаңа жылдамдық талап ететін приемдарды көбірек үйретіп, жарыс кезінде сен осыны жасаш деп, әрдайым соны қайталатып, соны үйретіп деген сияқты ғой. Кейбір балдар болады сабырлы, өте сабырлы. Нәтижесі жоқ болуы мүмкін, 2 жыл, 3 жыл, 4 жылға шейін, бірақ ешқандай тренировканы қалдырмайды, сабырлы жаңағыдай. Көп балдар қазір мамасынан еркесі болып кетеді. Әр үйдің еркесі ғой, қай-қайсысы болса да. Сол сияқты кейбір балдар болады, ешқандай нәтиже болмаса да сабырмен сонда да қалмайды, келеді. Сондай балдарға уже обращение деген сияқты ғой, орысша айтқанда, басқаша болады. Әр балаға жеке-жеке тоқталу ғой бізде. Әр баламен сонда жеке-жеке жұмыс жасайсыз ба сіз? Сабырлы баласымен сабырлы түрде өзіне келетін әдіс тәсілдеріменен? Негізі енді
қазір қалай айтсам болады, кез келген тренер солай болу керек деп ойлаймын мен. Өйткені бәріне бірдей бір жаттығуды өткізе беруде келмейді негізі. Жаңағы айтқан сияқты ғой. Қай бала қандай приемға, қандай нәрсеге икемді, соны қарап отырып, оны жалпы тренер өзі психолог та болу керек қой. Енді мына көбінесе жаттықтырушылардан біздер көреміз, өзінің бір жақсы көретін, яғни нәтиже беріп жүрген 2-3 баласы болады. Сол балдармен көбіне жұмыс жасайды, қалғандарына былай немқұрайлы қарап жатады. Сізде қалай сонда? Әр балаға бөлек-бөлек уақыт бөле аласыз ба? Уақытың жете ме оған? Бізде жаңағы бөлек-бөлек уақыт бөлу, енді әрқайсысына бөлек-бөлек уақыт бөлу дейтін бар ғой, жаңағы сұраққа қатысты емес, бірақ жалпы әрқайсысы индивидуально жұмыс жасау, ол бар. Ал жаңағы сіз айтқандай, любимчик бала деп айтады бізде. Любимчик балдармен ғана айналысып, басқа балдармен айналыспай қалу дейтін бізде жоқ. Біздің артықшылығымыз, енді көп ата-аналардың ойында сол нәрсе болады негізі. Өздерінің ішінде де болады, менің баламен жұмыс жасалынбай қалды, я болмаса ана баласына қарап қойды дейтін сияқты ойлар болады. Жалпы ондай да әңгімелерді де естіп жатамыз. Жалғыз бізде емес, енді жалпы спорттың саласында ондай нәрсе бізде жоқ. Өйткені ол бала қазір сен мысалға дайындалып жатқан балаң, оның астында да, артында да балдар болу керек. Жалғыз бір баламен тоқтап қалу дейтін спортта ол өте қате нәрсе негізі. Ол мысалға бір любимчик балаңды алдың, сен оны дайындап жүрсің, ол жетістікке жеткеннің өзінде де ол дәл ары қарай кетеді. Сен ол баламен жүресің, сен артындағы балдардың қаралмай қалса, ол өте сен құлдырап кетесің уже. Артында бала қалмай қалса, құлдырап кетесің. Сол себепті ондай бізде жоқ. Оны ешқандай былай ата-аналарға да алалау жоқ, бәрімен бірдей жұмыс жасаймын дейсіз ғой? Иә, алалау жоқ. Біз мысалға балаларды көп көреміз да, пайдасыз нәрсе емес қой. Қазір өзің ойлашы, мысалға мына жігіттер спортпен айналысып жатыр. Артымызда тұрған балдар, жаңа көрген балдар, чипсы жеп, просто так суын ішіп жүр мысалға. Сол сияқты кешкісінде бізде іште жаттығуда зал болып жатқан кезде бір балдар үйінде тиктогын қарап, жаңағыдай жылы жерде әркім біреуге комментарий жазып, сосын оның ішіндегі балдарға еліктейтін балдар бар. Мысалға мен осы нәрсені мен ата-аналарға жеткізе алмай жүрмін. Инстаграмға көбірек жаңағы видеолар салатын себебім де сол, мен насихаттағым келеді спортты. Одан қалды, қазір ата-анадан бөлек баланың өзіне насихат керек. Мысалы, ата-ана балаға айтқанмен сен балаң күреске баршы десе, ол бала ой мен бармайын дейтін болса, ол бармайды. Ата-ана ол жетектеп күштеп әкелетін ата-ана ол бәрі бірдей емес, бәрі бірдей сөйтіп әкелмейді. Жақсы дейді. Жетектеп әкелетін ата-аналар ол шамалы ғана. Сол сияқты ата-анаға насихат бөлек болу керек, балаға насихат бөлек болу керек деп ойлаймын мен өзім. Сондықтан мына қазір тиктокқа шығатын себебіміз, инстаграмға шығып ата-анаға насихаттайтын болсақ, тиктокқа салып осы балдарға бір шамалы болса да, может көріп ойланар деймін. Оларға басқа нәрсе еліктейді, басқа енді қазір кімнен бірінші насихат болады, соның соңында кетеді. Сондықтан басқа дұрыс емес нәрсе насихаттап жатқан адамдарға қатарлас болып, спортты да насихаттап, осындай бір залдарға шақырсақ деген ниетпен, жалпы көбінесе әлеуметтік желіге шығып тұратынымыз бар енді біздің. Ал енді Дәулет мырза, бүгін мінекей залда өткен жаттығуларыңыздың барлығын көрдік. Енді өзіңіз бүгінгі жаттығу барысында жақсы жұмыс жасаған баламен дұрыс жұмыс жасамаған баланы қалай айырасыз? Енді ол нәрсе осы залда жүргенде мүмкін өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Тапсырма бергенде тапсырманы кейбір бала жаңа мысалға балаларға марапаттап жатырмын ғой. Ол балалар шынымен де сұрған тапсырманы тиянақты жасайды. Осылай тапсырманы беріп, уақытқа белгілеп, бір сестогын беріп жібергеннен кейін бір аралап арасында жүріп уақытта көруге болады негізі. Оны енді тренерлердің тренерский көзбен қарағанда көрінеді. Сондықтан әр балаға жеке-жеке жақындау сол кезден басталады негізі. Кейбір балалар самостоятельно өздері айтпай-ақ қайталап жатады. Кейбір балалар қасындағы парымен қоса бір-бірімен ойнап, мысалға мен айтайын, қазір 1 минуттың ішінде бір бала бір приемды бір 40-50 рет қайталайтын болса, бір бала әңгіме айтып жүріп 10-15 рет қана істеуі мүмкін. Сол сияқты ондай қателіктерге біз бой бермейміз негізі. Оны сол жерде істеуіне талап қылып, біз сол өзінің нәпсісін, өзінің қателігін жаңағыдай барлығына қатеге жұмыс жасаймыз. Ол айтқан жасамайды екен, ол бос болады екен, ырмаңдайды екен дейтін сияқты нәрсеге біз бой бермейміз жалпы негізі. Енді осы 4 жылдың ішінде Есет Батыр интернатына қанша бала табыстадыңыз? Жалпы интернаттың өзіне ана-мына баланы
қабылдай бермейді. Ал сіз жылына 2 бала, 3 бала, 4 бала деген бір алдыңызға мақсат қойған көрінесіз. Енді осы күнге шейін ол дарынды балалардың спорт жолындағы дарынды балалардың оқитын интернат болғаннан кейін ол жерге 10 балаға дейін түсірдім. Оның енді 4 жылдың ішінде 10 бала түсірдіңіз, әр жылда 2 баладан есептегенде, 4 жылда 2 баладан 3 баладан түскен бала кім болды, сол кезде 10 баладай түсіпті. Оның енді қазіргі таңда жалғастырып жатыр десем болады, барлығы да. Оның ішінде бір 2 бала ғана жалғастыра алмай шығып кетті. Біреуі өзінің денсаулығына байланысты, біреуі өзінің мектепті бітіргеніне байланысты, деген сияқты қалған 8-і қазіргі таңда жалғастырып жатыр. Оның біреуі ең үлкені колледжді жалғастырып, қазір 2-ші курс колледжін оқып жатыр сол жақта. Одан кейінгі соңғы 2-і биыл қабылданған балалар. Жалпы әр сыныпта, әр тренерде 1-2 баламнан бар қазіргі уақытта осы клубтан шыққан. Енді жалпы жаттықтырушы үшін нәтиже беріп келе жатқан бала өте маңызды. Кейде сол нәтиже беріп келе жатқан бала бұл спортты қоям, әкем басқа нәрсені таңда деп жатыр деп кетіп қалып жатады. Тренерлер көбінесе сол нәрселерді айтып ашынып қалып жатады. Сондай оқиғалар сізде бола ма? Жаңағы өзіңіз айтып отқан сияқты ашынып қалады дегеніңіздің сөздің жаны бар. Өйткені тренерге ең ауыр соққы сол нәрсе. Өйткені қаншама нәрсені қазір сол балаң соңында жүресің, қаншама нерві құртасың, қаншама уақыт құртасың, қаншама жұмыс жасалады ол баламен. Сен одан үміт күтесің, осы баламен мен өсіп өнемау, осы баламен қазір бірге өсесің. Егер өсетін болсаң, сол баламен бірге өсесің да, бірге көтеріліп кетіп, жарты жолға келіп, ол бала сені тастап кеткен кезде, сен оны емес, ол бала сені тастап кеткенде, ол тікелей айтқанда солай әсер етеді. Сол кезде өте тренерге ең ауыр болатын соққы болатын жағдайлардың бірі негізі, өте ауыр. Енді әркімде әртүрлі жағдаймен қойып кетіп жатады ғой. Енді кейбіреу травмалық болады, кейбіреуі жаңа басқа бір білімді таңдап кетіп жатады деген сияқты. Ондай мәселе болып жатса енді айыбы жоқ. Енді бірақ енді келіп жаңағыдай ата-ананың бір қоя қойшы деген сияқты, өз баласына сенбеу болады, мен баламнан ештеңе шықпайды деген сияқты, или басқа бір себептермен болып кетіп жатса, даже кейде болады басқа районға көшіп кетіп жатады, басқа қалаға, басқа районға, мысалға осы батыс екінің балдары ситиге көшіп кетеді. Ондай жағдай болды менде. Сондай кезде ішің удай ашитын болады енді. Өйткені ана балаға көп үміт артып қоясың да. Сол себепті ондай жағдайлар болатын болса, тренерге өте ауыр. Енді өзіңіздің басыңызда бір оқиға болған екен, осылай үміт артып отырған бір балаңыз травма алып қалуына байланысты мүлдем күресуге болмайды деген екен. Сол кезде сіздің ішкі жан дүниеңіз қалай болды? Бұлай осы клубқа қатысты, осы спортқа, шәкірттерге байланысты ең бір жылаған күнім болды сол. Мен жыладым. Жүрегіммен жыладым кәдімгідей. Енді ол баланың ондай жағдай болды, бірақ енді ол балаға қазір травмасы спортқа қатысты ма, әлде өзінің денсаулығына қатысты ма, оны мен осы уақытқа шейін біле алмадым. Бірақ енді ол травма алғаннан кейін, травма ғой. Енді ол баланы мен ол кезде күресті тастап кетті деп қынжылған жоқпын. Адам болып кетсе екен деген ойым болды. Ол бала мен қасымда әрдайым бірге жүрсе екен. Өйткені ол бала менде осы клубты ашқан кезде, жалпы тренерлікті бастаған кезде менімен бірге осы спортқа келген бала ғой. Мен ең бір залдың есігін ашып спортқа келген кезде артымнан кіріп келген бала еді. Ең бір шәкіртім еді. Солай болып, ол өте жақсы жетістіктерге жете бастады. Алғыр бала болды, күші басы да жақсы жұмыс жасайтын. Есімі? Кадиров Әбіш деген баламыз. Лақап аты қойып қойған, мен оған Симба деген. Өйткені оның дейтін шаш өскен кезде кәдімгі Симбаға айнымай қалады. Шаш өсіп кетеді, түрініп кетеді, бұлай күреседі, бұлай алба жұлба болып кетеді, нәм болып кетеді. Сол кезде кәдімгі құлағы қалқан құлақтау шамалы. Сосын ыржиып күле береді. Сол бала өте маған жақын бала болды. Қасында да балдар бар енді. Бірақ жаңағы баламыз жаттығуға деген ынтасы, ол андай болды. 3 мезгілді оқитын мектепте оқыды. 3 мезгілді оқиды. Сол кезде менде жаттығулар таңертеңсін және түстен кейін болады деді. Ол сөйтсем ортасында келеді екен оның сабағы. Бір күні қараймын, таңертеңгі жаттығуға да келеді, түстен кейінгі де жаттығуға келеді ана бала.
осыны айтамын, сен сабағың қайда, сен сабағыңға шалқа қашан барасың сен десе, ағай мен обедте оқимын дейді. О қалай жаңағыдай 10-нан бастап 3-ге шейін ба сондай. Ол таңертең 8:30-нан 10-ға шейін менде жаттығу жасайды да үйіне барады да сосын осылай ентігіп жүгіріп келіп кетеді залға. Осылай. Сосын ақ көйлекпен жаңағыдай сумкасіне, екі сумкасы, біреуіне сабағының сумкасы, екіншісіне өзінің киімін осылай келеді. Және ол бала мен оны жақсы көргендігім, ол мінезді бала еді. Төбелеседі ол бала бар ғой. Ол жаңағы бізде балалар, енді әрбір әртүрлі ғой. Ана баламыз төбелескенде дейтін кәдімгі ұтылып атама қанша секунд қалды, ол соған жетіп алу үшін ана баламен төбелесіп, қырылып бар, жанын салатын еді ол. Сондай өзінің мінезділігімен ең бірінші КМС алған бала болды, кандидат мастер спорта. Бір жылдың ішінде, мен айтайын, 4 республикалық турнирден 3-тікке кірді ғой. 2 рет күміс алды, 2 рет қол алды. Чемпион бола алмады, бірақ ірі республиканың жарысынан солдай жарыстарға жетті. Сол баламыз, врачтар енді бұл балаға спортпен айналысуға болмайды деген диагноз қойған кезде өзім үстімнен бір мұздай су құйып жібергендей болды. Ешқандай жұмыс жасауыма мен желание болмай қалды, бұл айтқанда бар ғой. Вообще тренировкаға келем, балдар жұмыс жасап жатады, қарап отырасың, кетесің, бір уақыт өткізіп жіберу үшін ғана келіп кететін, біраз уақытта шейін, 1-2 айға шейін осылай свисток бересің, балдарға тапсырма бересің. Қазір от болып жанып жүрміз ғой, балдардың арасында, сен былай жаса, өйткені біздің алға қойған мақсатымыз бар, мақсатқа жетуіміз керек. Сөйтіп жүрген уақытта арасында какой-то бір уақытта осындай бір моменттер болды. 2 айға шейін, бір отпускаға шыққанға шейін амалдап жетіп қалып, отпускаға кетіп, ары қарай дальше демалып кетіп деген сияқты сондай бір кезеңдер болған енді. Ол баламен, бірақ менде ұстанымым бар. Біз сөз бергенбіз, біз до конца бірге боламыз деп. Ауырған кезінде қасында болуға тырыстым, көңілін аулауға тырыстым, психологтармен жұмыс жасап, дәрігеріне көмектесіп, үйіне соғып, деген сияқты. Қазіргі уақытта да ол баламен, қазіргі балдарымызбен кеше айтып жатырмыз ғой, бос уақытымызда қыдырамыз, анда-мында барамыз деген сияқты уақыттарда мен оны қалдырмай өзімен бірге алып шығып, бірге бол деп, сөйтіп өзімен бірге сол кезде күреске келген балдармен жақсы араласады, соларға да насихаттап жіберем, әбішті ұмытпаңдар, хабарласып тұрыңдар деп. Ол бала сосын активный балдарда чаттың ішінде балдарға активный постоянно. Мен андай бір жерге жаңағыдай қыдыруға баратын кездерде сондай шаруаларды мен соған тапсыратын едім. Әбіш балдарды сағат 4-ке жина дейін болды. Бәрін жинап, тәштай қылып, списогын беріп, ағай жазып міне. Осындай балдар барады, осындай бармайды. Біздер нешеде қай жерге барып тұрайық болды. Кішкентай бала мынадай. Қарап отырсаң, адамның өмірінде ұстанымы да, өмірде қандай болса да күреске де дәл сондай ұстаным әсер етеді. Соны да көрдім мен осы спорттан. Енді жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, басқа райондарға көшіп кеткесін, кейде залдарды ауыстыру керек болады деп балдар енді. Бұл күреске келмей қалады деп. Енді жалпы не себепті тағы да мысалы Ситидан болсын, басқа да микрорайондардан болсын, осы Дәулет грек спорт клубын ашпасқа? Жалпы ұсыныстар көп. Ситиден түсіп жатыр ұсыныстар. Мына біздер енді әрдайым Инстаграмға видеомызды салып тұрған сайын, көбісі жарыстардан кейінгі нәтижелерді көрген кезде көп адам енді сол кездерде жекеге шығып жатады. Ситиден ұсыныс көп. Сосын мына 11-ші микрорайоннан, 12-ші микрорайоннан мен байқаған көбінесе айтады. Жалпы ойда бар, жалпы алдағы уақытта 1-2 тағы да спорт залдарды қосамыз деген жоспарымыз да бар. Енді өзіңіз сияқты жалпы өмірде арман ішінде кеткен адамдар бар ғой, басқа саланы таңдап кетіп, немесе әртүрлі жағдайларға байланысты, бірақ ішінде қанша жасқа келсе де күрескісі келетін жігіттер бар. Соларға арнап бір ересектер залын ашу мүмкін ба? Ересектер залын ашуға болады, егер өзің сияқты, мысалға мен әлі күнге шейін күрескім келеді, балдармен кейде домалайтыным бар. Олар енді байқаймын, біздің енді басқа өзімнің құрдастарым бар ғой, кезінде бірге жарысқа шыққан, бірге күрескен, қазіргі жан жақта жүрген балдар, кейде бас қосқан кезде сондай әңгімені қозғаймыз. Жігіттер қосылып жаттығу жасайық, енді жарысқа бармау енді көре жатармыз, бірақ дей тұрғанмен бірге алысып деген сияқты. Өйткені қазір енді көп
адамдар спортқа көңіл бөледі. Оның ішінде күн салқындаған сайын мына күзгі уақытқа таман, қысқы уақыттарда балалар зал іздейтін бар. Сол моменттерді пайдаланып кейде айтып қаламыз. Енді оны ары қарай алып кететіні бар, іске асырып алмайтыны бар деген сияқты. Жалпы ойымызда бар. Өйткені спорт тек қана бір жерге барып, темір көтере беру емес, мына күрестің біздің ең пайдасы, мына буындарды созуға, мына жас балдарға да біздің негізі күреске пайдалы нәрсе. Мына балдар бізде разминка жасаған кезде созыламыз, оңға солға созылады, мостикке тұрамыз, жаңағыдай. Оның барлығы буындары, каждый созылған сайын буындары созылады, буындары ашылады, балалардың бой өсуіне көптеген септігін тигізеді. Сол сияқты ондай буындарды созу арқылы ол бізге де негізі пайдалы да. Сол себепті мен өзімнің әріптестеріме, жаңағыдай құрдастарыма айтам, жігіттер, качкаға барып денемізді айналдыра бергенше, давай залға барып бір алсайық, тер шығарайық, созылайық деген сияқты. Сол себепті енді оны қостап отқан құрдастар бар. Мүмкін алдағы уақытта осы қыста может күресіп қаламыз деп ойлаймын, бас қосып. Тағы да бір жағдайды есіңізге түсіре кеткім келіп отыр. Осы балалар үшін барыңызды беретініңізді естейміз. Сол балдар үшін деп жүрген кезіңізде қызыңыздың да өмірден өтіп кеткенін білмей қалған екенсіз. Сол жағдай қалай болды айтып жібере аласыз ба? Ол өте үлкен ауруға ұшырап, ауырып жатқан қызым еді. Енді оның қысқаша ғана айтып өтейін қазір. Ол қызым менің осы балдармен айналысып жатқан уақытта реанимацияға түсіп қалған. Реанимацияға түсіп қалды. Отбасымызбен бардық. Врачтан мен оның кездесуін өтіндім, қасында болайыншы деген сияқты. Сосын ол кісі айтып маған, мамасы кірсін деп шықты. Мамасы кіріп шықты. Одан кейін маған айтқан, мамасын сен үйіңе апарып кел, қай районда тұрасың, осындай жерде, давай сен апарып кел, қайтып кел, сосын кіргіземін деп. Жақсы дедім. Енді мен түсінгенімше ол бала өте ауыр жағдайда жатты енді. Ол кісі маған ашығын айтқан жоқ та, бірақ барып кел, тез барып кел деп айтып жіберді. Сол кезде есімде, мен машинамда 7 адамдық машина жүрдім, ішінде 6-7 бала болды. Сол кезде ертең жарыс болатын болды, бүгін салмақ өлшеу болады. Сол салмақ өлшеуге балдарымды апарып қайтайын деп үлгеріп қайтамын деп ойладым. Енді мен қазір реанимацияға кетіп қалып, баламның қасына болатын болсам, мына балдар, дайындап жүрген балдарым жарысқа қатыса алмайды деген ой болды менде. Сол балдарыммен қазір неге барып, салмақтарын өлшетіп барса, өте бала көп екен. Әрқайсысына жалынып өтіп кетейікші деп жүргенде, сонымен 2 сағат уақыт өтіп кетіпті. Оның барлығын балаларын алып келіп, әкеліп, таратып, қайтып барып, реанимацияға барып, есігін қақсам, жаңа врачым жоқ. Врачқа жаңа медсестра екен, ағай қайда деп сұрасам, анда актив залда сені күтіп отыр дейді. Жүрегім дүрс ете қалды. Не болып қалды? Бір кезде жай мен актив залға қарасам, актив залдағы ғана адамдар отыратын бар ба? Кинодағы сияқты жалғыз бір адам теріс қарап, бірінші рядта ар жаққа сахнаға қарап отыр екен. Қолында қағаздары бар, осы аяғын қойып алған, айқастырып. Жаймен қолым еще маған памперс ала кел деген ғой. Артынан жаймен бүйтіп келе жатырмын. Енді аба, мен ойлаймын, адам бала ауырып отқан, аба жауабы оту керек. Мына кісі неге спокойно отыр? Қасына келдім, жаймен деп, аға келдім деп айтып едім. Маған бүйтіп қарап тұрды. Мен саған тез барып кел деп айтқан жоқпын ба дейді. Сосын тұрмын, не болды деп едім. Бала кетіп қалды уже дейді маған осылай. Сол кезде өте өкінгенім бар. Балаларға шамалы. Өз-өзімді кінәлап, неге соншама осы балаларға пала деп қандай. Бір жарысқа қатыспай қойға болады еді ғой деп. Енді айыпқа бұйырмаңыз. Әлі күнге шейін сол өкінемін ғой сол кезде ше. Қасында болуым керек еді. Бір жарысқа хотя бы қатыспай қойсам. Дымымыз еді. Солай болу керек болған шығар енді.
мүмкін қасында болғанда аятул курсиін оқып болса да, құлағына бір құран оқып, 7 жыл бойы арқалап келдім. Қоштасып қалар ма едім дейсің ғой енді. Содан кейін сұрадым, қайда енді қызым мен деп. Морг деді. Моргке барсам уже мұз болып қатырып тастаған. Сонымен солай қызымды мұз қылып алып шығып қайттым үйге. Енді көңіліңізге тиіп кеткенім үшін айыпқа бұйырмаңыз, бірақ енді өмірде өзі үлкен бір сабақ деп білеміз. Алла енді қызыңыздың алдынан жарылқасын. Енді шәкірт үшін осындай нәрсеге дейін барып жатырсыз ғой. Енді осылай жасаған шәкірттеріңізді, сіздің үмітіңізді ақтай берсін. Үлкен жетістіктерге жете беріңіз. Енді бір қорытынды бір-екі сұрақты қойып жіберсем, енді жалпы Дәулет Есенгелдіұлы деген кезімізде бізде енді Шалқардан шыққандардың барлығы Есенгелді Батырғаринді таниды ғой. Сол кісіге бір байланысы бар ма екен деп кейде ойлап қалып жатады. Сіздің Есенгелді Батырғаринге қандай байланысыңыз бар? Есенгелді Батырғаринге ешқандай қатысымыз жоқ. Есенгелді ол өз алдына Есенгелді, менің әкемнің аты Есенгелді бар болғаны тек аттасқаны. Енді мен күрес саласына жүргеннен кейін кезінде Есенгелді мен Дәулеттің аты қатар шыққан ғой. Сол себепті әкемнің аты, фамилиям Есенгелді, атым Дәулет. Жалпы менің көп адамдар сұрайды, көп ортада таныстырып атады, Есенгелден Дәулет, Есенгелді деп таныстырып атқан кезде спортта жүргеннен кейін может соның баласы шығар деп ойлап қалады көбісі, бірақ ондай жағдайлар болды. Қай Есенгелді деп андай. Енді толық сұрамағаннан кейін өзі сол Есенгелдің баласы ма деп сұрамағаннан кейін өз-өзіңмен жоқ, мен ол Есенгелдің баласы емеспін деп айта алмайсың ғой енді, бірақ күсіп тұрасың сөйтіп сұраса екен деп. Есенгелдің баласысың ба дейді, Есенгелдің баласы екенім анық қой енді, иә деймін. Былай шыққаннан кейін қайтып келіп сұрап, кезінде сен әкеңнің күресі бөлек еді деп ататын уақыттар болды. Сосын енді бөлек емес деп айтайын десе, менің де әкем күрескен ғой енді. Айтамын, иә, бірақ менің әкем вольник болған, бірақ деп қоямын, әңгіменің соңында кейде кездесіп ұрады, сондай жағдай, шатастырып ататын жағдайлар, иә. Тек әкелеріміздің аты ғана ұқсас дейсіз ғой, Есенгелдің аты мен әкеңіздің аты ғана ұқсас дейсіз ғой. Иә. Енді қорытынды сұрақ, жалпы бір үйдің балаларындай қылып тәрбиелеу балдарды оңай емес қой. Өйткені мына жерде енді қаншама бала, бірақ бұл жерде енді бір үйдің балдарындай қылып үйістіре алмасаң да, балдар әрқайсысы әр жаққа кетуі мүмкін. Сол кезде өзіңіз балдарды қалай көбінесе татулыққа шақырасыз? Енді қандай әдісіңіз бар өзіңіз? Балдарды жаңағы жинап отырамыз. Мына интернатта жүрген балдарымда кейде осы залға шақырып тұрамыз. Балдармен жұмыс жасауға, өз білгендеріңді көрсетіңдер, үйретіңдер деп, одан кейін қалған інілермен араласып тұрыңдар, ертең сендерге барады деген сияқты. Сол сияқты балдарда бірге жүрген кезде осы жинап тұруымыздың да мақсаты сол, бір-бірімен достаса берсін. Өйткені біздің іштен келіп дос тауып кету керек қой. Сырттың баласымен дос болса, ол шынымен достасып, досын жақсы көретін болса, ол баласы басқа нәрсемен айналысатын болса, сол жаққа қарай ауып кете беруі мүмкін да. Сол себепті оларды осы іштен дос тауып беруге тырысамыз. Чтобы ертең бәрі бірге жүрсін. Оның нәтижесінде көріп келе жатырмын. Қазіргі менің ана үлкен балдарым, мысалы 10-11 оқитын, жаңағы интернатта балдар деген сияқты, осы залдан шыққан балдар сол бәрі бірге жүреді. Мен оларға қарап қуанам, бірге жүргендерге. Осы залдан шыққан бір 5-6 бала, біреуі ана балдармен араласады, біреуі мына жақпен араласады, екеуі мына жақпен араласады болса, ол қиын да болуы мүмкін да. Онда мен дұрыс тәрбие бере алмағанмын ба деп ойлап қалуым мүмкін. Бірақ мен қазір қуанам, өзім сол балдарыма қарап, сол балдарым бәрі бірге жүретініне қарап қуанам. Біз өйткені мына жерде де қазір мына жаңа стройда тұрғанда мына шетте бір тұрды ғой, бір 7-8 үлкен балдар, вот сол балдар сондай бір-бірімен дос. Бәрі жаңағыдай бірге қайтады, қазір тренировкадан шыққаннан кейін бірге арттан аңдитын болса, кейде аңдимын мен, не істейтін болса, жаяу келген күндері ше, бірге қайтады, бірге жаңағы суын алып ішіп жатады, әңгіме айтып қайтады. Сосын біреуінен сұрап, келмей қалған баланы сұрасаң, анау қайда дейтін болсаң, айтады, ағай ол осындай келе алмай қалды. Себептерін біледі, өйткені олар бір-бірімен хабарда отыр, жазып отыр. Мен соларға қарап қуанам, жақсы бір тәрбие беріп жатыр екенмін ғой деп, осы жерден дос тауып кетіп, не істеп жатса, ол жақсы ғой. Енді есіміңізді жаңа сөзіңіздің арасында айтып қалдыңыз ғой, Дәулет Тұрлыхановқа ұқсасын деп қойған болып тұр ғой сізде үйдегілер, Енді бізде Дәулет Тұрлыхановтың
осы әлем чемпионатынан жүлдегер болып келген жылдары, так 88 жылы мен дүниеге келген болсам, сол менің дүниеге келерім алдында бір жеті күн бұрын Шалқарға қонақ болып келген. Оның мен суреттерінде көргенмін. Дін культурада, мәдениет үйінде халықпен кездесу болған. Сол жылдары ол кісі менің Ағдәрі дейтін апам бар, Жалғас дейтін жездем бар. Сол үйдің кісілері осы Дәулет Тұрхан ағамызбен араласатын өздерінің достары екен. Сол кісілердің үйінде қонақта болған, қысқасы Ақтөбе Шалқарда болған кезде сол кісінің үйінде қонақта болған. Ол жерде енді мен жаңағы апам деп отқан адам кісі менің әкемнің қарындасы. Сол үйде енді менің мамам жаңағы апамның жеңгесі ғой. Жеңгесі болып, жаңа ауылда қонақ келсе барлығы жаңа қызметте болады ғой, енді келіні де жеңгесі де барлығы. Сол жерде барлығы қызмет қылып жүрген кезде менің анам дастархан жасап жүріп, осы мені босануға, дүниеге әкелуге санаулы 2-3 күн уақыт қалған, сондай күйінде жүрген екенді. Сол кезде осы дастархан үстінде енді әртүрлі тілек, дұға кетіп жатады, неше түрлі әртүрлі әңгімелер болып жатады деген сияқты. Сол жерде айтылған екен, осы баланың атын бұйырса дүниеге келсе, осы сіздің келген құрметіңізге арнап Дәулет деп қоямыз деп. Сол жерде о деп атта, сол жерде жаңағы келмеген баланың атын қойып, сондай нәрсе мейрамдатқан екен, тойлатып. Сол кеткеннен кейін, сол жақын күндері, сол 3-4 күннен кейін, сол жаңа жылдың уақыты ғой негізі. Мен 6 январда дүниеге келгенмін. Жаңа жылдың уақытында келген ол. Сол мен дүниеге келгеннен кейін менің атым сол Дәулеттің құрметіне қойған екен, Дәулет Тұрхан ағамыздың құрметіне. Енді залдағы жұмыстарыңызды көріп жатырмыз. Балдар да мінекей көп екен. Бұл барлық балаға өзіңіз қалай ие боласыз? Және енді өзіңіз енді тағы да қосымша бір шаруалармен, жұмыстарменен осы федерацияның шаруаларымен шығып кеткен кездерде балдардың дайындығы қалай болады? Мына енді бала жаңағы, бала баршылық қой, енді бала бар, бірақ енді баламен жұмыс жасау әр қайсына қаралмай қалса тағы болмайды. Оны енді ол тренердің бір жағынан міндеті болса, қаралмай қалмау керек енді. Бірақ бір жағынан кейде маған келеді, басқа алыстан келетін ата-аналар бар. Бауырластардан келеді, осы батысқа. Анау жаңағы ескі қала дейміз ғой. Сол жақтан келетіндер бар, қонайып, әрбір жақтан келетін ата-аналарды білем. Мен оларды мына балдарға да айтам кейде. Сендер ата-аналардың еңбегін ақтаңдаршы деймін да. Мен балам бірдеңе алсын деп, анау жақтан келе жатыр ғой. Пробкада тұрады қаншама, 1-1,5 сағат исламды күтіп отырады. Одан қайтады, қарны ашып отырады ма, оның дейтін көп қой енді. Қайтарда пробка бар қаншама, соның барлығына шыдап, мен балам болса екен деген, мен балам біресе шықса екен деген нәрсемен әкеліп отыр үмітпен. Оның сондай үмітпен баласын әкеліп тастағаннан кейін, ол көріп тұрмын да мен, ол сондай еме келіп тұрғаннан кейін, ол баламен жұмыс істемей қою уже мүмкін емес. Өйткені уже бір жағынан ұят, бір жағынан уже ол нәрсеге ата-анаға сұрап келіп тұрған нәрсесін беріп жіберуіміз керек та. Сол себепті баламен жұмыс жасаймыз, әрқайсысына қарамай қою мүмкін емес. Сол себепті жаңа мен өзім қасымда көмекшім бар. Ол да білікті маман. Осы балдармен жақсы жұмыс жасайды, өзіме ұнайды. Осы клуб ашылға 4 жыл ашылған болса, соңғы 2,5-3 жылға жақындап қалды. Менде қызметте осы көмекшім болып жұмыс жасап жатыр. Әрдайым ол баланың жұмысы ұнайды маған. Ол баланы мен қасыма алғандағы себебім, мысалға менде болады, ақша жетіспеушілік, кімге де ақша жетіспейді ғой. Мен ол жігітке айлық беремін мысалға. Маған болар еді, ол бір адамның айлығын бергенше, ол айлығым өзім қалтамда қалсын, бір жыртығым жамар деп, бірақ балдармен әрқайсымен жұмыс істеп жүруге болар еді. Бірақ қаншама балаға қазір үлгермей қалуымыз мүмкін. Мына баламен жұмыс жасап, мына баланың қатесін жұмыс істеп жүргенде, кәуірдің арық шетіндегі бала қараусыз қалуы мүмкін. Ол балаға қазір ата-анасы мен баламен жұмыс істемей қойды деуі мүмкін. Я болмаса, айтпағанның өзінде де айтпай ақ та қойсын, айтпайды да шығар. Бірақ ол бала бірдеңе алып кету керек. Ол қазір бір арғы шетте ойнап, келесі шетте тағы ойнап жүре беретін болса, ол босқа жүре береді. Бізге нәтиже керек, біз тез жетуіміз керек. Сол себепті сол баламыз бізге көмектеседі, қасында, әрдайым қасында. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, жаңа кішкентай балдармен жұмыс жасалынып жатады. Сосын тағы бір ерекшелігіміз біздің ол баланың маған берері, бізде чаттың ішінде ешқашан бүгін жаттығу бола ма дейтін әңгіме жазылмайды. Жазылса, мен ата-аналарға кері байланысты айтам, қашан бізде жаттығу болмай қалып еді. Бізде жаңағыдай мейрам, жаңа жылы 8 март, наурыз,
андай мындай вообще ешқандай тренировка уақыты Үзіліс жоқ. Біз графигіміз бар, сол бойынша ұра береміз. Бізде тек қана бір жағдайға болмайды, ол қашан қыста болады ғой, мектепте бүгін осыншама градус аяз, сабақ болмайды деп мектеп шығарған кезде сол мектеппен бірге ұстанамыз. Мектепте сабақ болмай ма, значит болмау керек екен. Вот сол күні бізде болмаймыз, сабағына да бармай қойсын, аяз ба, аяз үйінде отырсын. Қалған уақыттың барлығын бізде мейрам дейтіндер жоқ. Сол себепті жаңағы ата-аналарға айтатын бір, біздің чатта ешқашан бүгін жаттығу бола ма, ағай дейтін жазу болмайды. Сосын тағы бір нәрсе, жарысқа шығамыз. Не жаңағы бауыржан, көмекшімді жіберемін, не осы өзім кететін болсам, 30-40 бала жиналатын болса, соның бір 10 баласын алып жарысқа кетіп қалатын болсам, ата-аналар бізде мен жарысқа кетіп қалып едім, бүгін жаттығу болмайды деген нәрсе жоқ. Бізде бір 10 баламыз жарысқа кетіп қалса, қалған балдар жұмысын жасай береді. Келесі жарысқа дайындала береді, жұмыс жүре береді. Сол себепті біз осындай балдардың осындай бір жетістіктеріне жетуіне осындай бір қадам жасап отырмын деп айта аламын. Нәтижесін көре берейік бұйырса. Дәулет Грек спорт клубының алдағы арманы қандай? Енді қаншама бала дайындалып жатыр, қаншама бала алдымыздан өтіп жатыр, қаншама бала біздің ұстанымымызбен бірдей, оның баланың да, ата-ананың да менің ұстаным қандай болса, ол да дәл сондай болып, әлі күнге шейін бірге келе жатқан спортшылар бар. Енді қазір спорт, үлкен спортқа бару, біз қазір енді кіші жасөспірімдермен жұмыс жасап жатырмыз, олармен бірге өсіп жатырмыз. Жаңағы спортшыларым ең алды қазір жастар арасында күресіп жатыр. Колледжде 2-ші курста оқиды, спорт жолында әлі біргеміз. Енді солай өсіп, мына ересектерге қатарына кіріп, жалпы әлемдік аренада топ жару. Әлемдік аренада топ жарып, осындай Дәулет Грек спорт клубынан палуаны міне осындай дәрежеге жетті деген нәрсеге. Ол енді үлкен арена деп тұрғанымыз Азиясы бар. Бірінші Қазақстан Республикасының чемпионы болсақ, одан кейін Азия, әлемді бағындырып, одан кейін олимпиадаға қатысып бір медаль алсақ, олимпиаданың медаль алынбайынша бұл Дәулет Грек спорт клубы жабылмайды дейтін өзімде негізі мақсатым сол. Біз қашан сол жерге жетпейінше бұл спорт клубы өзінің жұмысын жасай береді. Біздің арман мақсатымыз сол олимп шыңын бағындыру. Армандарыңызға жете беріңіздер. Рахмет, айтқандарыңызға келсін. Енді Дәулет мырза жаңа өзіңнің құрдастарың қолқа салып жүр дедің ғой, дайындалайық деп. Бұл жерде енді дайындалғасын жерде, залда жаттығу жасағасын жерде бір нәтижеге жеткім келеді ғой енді. Енді құрдастарыңмен дайындық жасап, ары қарай тағы да не істегілеріңіз келеді? Не арман бар? Енді андай біздер мақсатымыз кеше айтып жатырмыз ғой, мына өзім жетпеген жерге шәкірттерім жеткізгім келеді деген сияқты. Мына нәрсені мен шәкірттеріме көбірек айтам. Жігіттер, бұл уақыт, жастық уақыт, балалық шақ қайтып келмейді. Ертең мына күресті қойып кетсеңдер, жетістікке жете алмай қалатын болсаңдар, бұл спорт дами береді, артқа жылжымайды. Алдыға қарай жылжып дамымаса, басқа артқа қарай ол өшпейді. Сол себепті бұл спорттың соңынан қалмаңдар. Ертең өкінетін боласыңдар деймін да. Осы келгенде неге мен сүйеніп айтам, өзімнің қателігіме қарап сүйенемін да. Өйткені мен мына жас кезімде 20 жасымда күресті қойып кеткен болатын болсам, мен қазір өкінемін. Неге мен күресті қойып кеттім деген сияқты. Бірақ кейін білем, бірақ әлі кешімес екен маған. Сол себепті жаңағы құрдастарыммен жаттығу жасап жүрген кезімдегі бір артында тұрған бір мақсатымның бірі, мына осыдан өзіңіз білетін шығарсыз, осы біз бала кезімізде Шалқардан Берік Бердалин дейтін ағамыз осыдан 20 жыл бұрын, біздер ол кезде баламыз, осындай залда бізбен алысып жаттығу жасап жүретін. Сол кісі әлем чемпионы болып келді, мына ардагерлер арасында. Енді қазір бәрібір осы спорттың айналасында жүргеннен кейін, екіншіден жаңағы өкініш ішіңнен тесіп шықпай қоймайды екен. Сондықтан мына баяғы бала кезімізге әлем чемпионы болсам дейтін арман, әлі күнге шейін арман болып қала береді екен да. Өшкен жоқ. Иә, өшкен жоқ. Енді сол жолға жетпей, әлі өшпей тұр, құр-құр. Сол енді мақсатымның бірі, сол шебер ардагерлер арасында әлі де менде мүмкіндік бар екен. Сол ардагерлер арасында да өзімді тағы бір мәрте әлем чемпионатында бір бақ сынап көрсем деген негізі мақсатым бар. Бағыңыз жансын ендеше. Рахмет. Сол жетістікке жетіп жатсақ, мүмкін нұр үстіне нұр болар еді. Бұйырса, жетеді деген үміттемін мен де. Және осындай табиғатпен, осындай болмыспен, осындай қазір қайратпен сіз жететін сияқты көрінесіз маған. Ой, рахмет, сеніміңізге рахмет. Сенімдеріңізді ақтап келсек,
өте үлкен бір ауылымызда той болайын деп тұр. Жалпы сіз осы Дәулет спорт клубына өзіңіздің балаңызды бересіз. Солай ғой, иә? Бұл клубты не үшін таңдадыңыз? Жалпы бұл клубты таңдағаным ұлымның жалпы жақсы өскен кезде жалпы үлкен азамат болуын, елге, халқына қалаулы спортсмен болуын, жалпы баланың спортқа баулып жұмыс жасағаны жақсы деп ойлаймын. Енді спорттың әртүрлі түрлері бар, бокс бар, таэквондо бар деген сияқты, карате. Не үшін күреске бердіңіз? Ұлым өзі қалауы, ол кіші, біз 6 жастан бастап келдік, ол өзі сондай күресті қарайды. Сондай телевидение неден қарап отырды, сондықтан папасы осы күресті таңдады, грек-рим. Ұлыңыздың қатысып жатқанда қанша жыл уақыт болды? Биыл жаз айында уже 1 жыл болды, біз 1 жылдан асып кеттік күреспен айналысып келе жатқанымызға. 1 жылдың ішінде қандай жетістіктер бар? 1 жылдың ішінде біз 2 рет қана қатыстық, өйткені біз ол кезде ұлым кішкентай болды, және ол жас айырмашылық, сосын бізде жаңағы салмақ айырмашылық болды. 1 рет ең бірінші жарыста қатысты, ол кезде енді ұтқан жоқ, а екінші жарыста біздер 3-ші орын алдық. Жалпы Дәулет мырзаның жаттықтыру ісіне көңіліңіз тола ма? Енді бастапқы кездерде біз түсінбей жүрдік, енді ол кішкентай болғасын ұлымызбен, одан кейін уже 1 жыл ары айналыса келе, әрине қазір уже біздің ағайға көңіліміз толады, оның үстіне біздің баламыз уже қуанып келеді, күресті іздеп келеді, келгісі келеді. Ал үйде жүрген кезде бір қуанатынымыз, қолы бос кезде, сабақтан келген кезде күреспен айналысады, ағайының берген каждый іс-қимылын қайталап отырады. Үйде сіздерді көп тыңдай ма, немесе ағайын тыңдаған жақсы көре ме? Негізі ағайын жақсы тыңдайды. Ағайын жақсы тыңдайды. Рахмет сізге көп-көп. Жақсы. Жалпы бұл Дәулет грек спорт клубына балаңыз әкелгеніңізге қанша жыл болды сізге? 2 жылдай болды. 2 жыл. Нәтижені қанша уақытта бере бастады? Так, нәтижені 3 айда результат көрсетті. Біріншісін Ақтөбе облысы бойынша арасында 2-ші орын алды. 3 айдан кейін. Сол 3 айдың ішінде 1 жет өткеннен кейін Орал қаласын алып кетті. Ояқта да Оренбург, Россия бәрі болды. Ояқтан да 2-ші орын алды. Содан кейін Одан әлі кейін қанша тағы жетістік? да кеше жақында болды. Осы 3-ші несі. Оған дейін салмағы келмейді да. Салмағы 26 килограмм. Сол кеше тағы да 2-ші орын алды. Сонда бар болғаны осынша шамалы жылдың ішінде, шамалы уақыттың ішінде осындай дәрежеге жетіп берді. Неше жыл болды дедіңіз қатысқаны? 2 жыл. 2 жылдың ішінде осындай нәтижеге жетіп отыр. Иә. Енді жалпы бұл Дәулет мырзаның жаттықтыруына көңіліңіз тола ма? Жақсы, ұнайды. Мысалы, біздерде енді грек-рим күресі қаланың басқа да жерлерінде бар ғой. Не үшін сіз осы Дәулетке бересіз балаңызды? Басқаларына емес. Көбісінен естім, осы Дәулет деген жақсы не істейді жаңағы. Жақсы Жақсы жаттықтырады, Нәтиже? результат береді, нәтижесі жақсы деп. Сол үшін осыған бердім. Енді бұл клубқа келгеннен бастап балаңыздың бойындағы бір өзгешеліктер болды ма? Қандай өзгерістер болды балаңызда? Бұрын қандай еді, және осы клубпенен айналысқалы қандай нелерге жетті? Мінездерге, құлықтарға? Так, тік мінезді, намысты, дене бітімі іріленіп шамалы. Сондай өзгерістер болды. Жалпы сіздің айтқаныңызды көп тыңдай ма, немесе ағайының айтқанын тыңдай ма? Енді бізге ата-анасына еркелейді ғой. Негізі Дәулет ағайын тыңдайды көбінесе. Сол кісінің айтқан заң. Заң, иә. Рахмет көп сізге. Жақсы. Ал мінекей тағы да бір ата-анамыздан сұрағалы тұрмыз. Жалпы бұл залдың, бұл жаттықтырушының айырмашылығы қандай екендігін. Балаңыздың бұл залға келгеніне қанша уақыт болды? 4 жылдың шамасы болды баламның қатысып жүргеніне осы клубқа. 4 жылда қандай нәтижелер бар? Өте керемет нәтижелер болды. Біз ештеңе бастамайды осы жерден бастадық. Грек-рим күресін ең алдымен жалпы өмірге деген баланың талпынысы, жарыстардан алған орындары мотивация болды оған. Күннен кейін шыңдалып, біздер тек қана Қазақстан емес, шетелде де көріп келдік. Сондықтан да үлкен нәтижелерге жеттік. Атап айтқанда қандай чемпионаттарға қатысты, қандай жарыстарға барды? Қалалық, облыстық, республикалық, қазір күнде республикалық жарыстан да орын алып, КМС дәрежесі бар.
Қазақстанға барды ма? Қазақстан ішінде, иә, бірақ шетелден Қырғызстан мемлекетіне барды, Өзбекстан мемлекетіне барды. Ол жақтан енді 3-ші орын алып келді. Ол енді халықаралық жарыс болып саналады ғой енді. Балаңыз нешеде? Қазір 12 жасқа кетті, 11-ден. 12 жас. Сонда 8-9 жасында келіп Иә. тұрсыздар ғой. Содан кейінгі нәтижелеріңізге көңіліңіз толады. Әрине толады, біз әрі қарай жалғастырғымыз келеді, осыдан үлкен дәрежеге жеткіміз келеді. Алдына қойған мақсаттары өте көп. Және осыған жетелеп келе жатқан әрине біздің бірме-бір жаңағы жаттықтырушымыз Дәулет ағайдың еңбегі. Бұл кісінің жалпы баламен жұмысы туралы айта Өте кетіңізші. керемет. Ең алдымен ол баста келген кезде Мәди мен балам біз үшін кішкентай жаста келді. Ол 7-ден 8-ге қараған жасында келді, даже 6-дан 7-ге қараған жасы болуы мүмкін. Бастадық, бірақ 7-ден 8-ге қарағанда ол бірінші өзінің баласындай бауырына басты, қызықтыра білді. Осы жолда үлкен мақсаттар қойып, осы спортты таңдауына үлкен себепкер болды. Жарыстың дәмін жайлап сездіре отырып тәрбиеледі. Оған өте үлкен алғысымыз шексіз. Басқа спортқа бармайды, таңдайды, сүйеді, жақсы көреді, құрметтейміз. Дәулет мырза осы мына жаттықтыруменен қоса балдарды бір бос уақыттарында киноға апарады дейді, тағы да бір ат спорттарына апарады дейді. Сол рас па? Рас. Әйтеуір қолдары қалт етсе, әрине бос кезінде міндетті түрде бірге уақыт өткізуге тырысады. Енді спорттан да бөлек, үнемі жаттықтырудан бөлек. Енді оны өзі бір күнге қояды, енді өздері өткізеді оны уақытта, қандай қызық не затпен айналысатынын білмеймін, дегенмен өте қызықты, көңілді болып келеді, серігіп. Балаңыздың мінезінде 4 жылдың ішінде қандай өзгешеліктер болды? Көз алдымызда естиді ғой. Жігіт болып қалыптасып келе жатыр. Өзім балам дейді, прям Дәулет ағайдың мінез құлқын көп байқаймыз. Тәрбие, тәртіп, дисциплина, жауапкершілік. Енді ең басты ер адамға керек қасиеттер жайлап бере алады және соған тәрбиеледі. Енді ата-ана, бала, жаттықтырушы үш жақтап осы неге жеттік қой, нәтижеге. Бұйырса алдағы уақытта қандай нәтижелер күтесіздер? Енді алдағы жылда осы спорт мектебінің арқасында жеткен жетістіктерімен үлкен дәрежелі спорт мектептеріне барса деген, одан кейін чемпионаттар бар, Қазақстан чемпионаты, олимпиада, әлем, енді өзіне қойған алдына қойған мақсаттарына жетеміз, және біздің жаттықтырушымыз бізден қол үзбейтініне сенімдіміз, әрдайым қолдап қасымызда болатынына да сенеміз. Соған жұмыстанамыз. Рахмет сізге көп-көп. Ал енді Дәулет мырза, осылай тұғырлы тұлға бағдарламасына келіп, өзіңіздің сұхбатыңызды беріп, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Әлі де осы Дәулет грек спорт клубының көптеген жетістіктерін көріп, таңырқап, тамашалап, біздер үлгі ала берейік. Бұйырса Алла қаласа, келешектеріңіз кемел, болашақтарыңыз жарқын болсын. Ал болса, келесі бағдарламада кездескенше сау, саламатта болыңыздар.